Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ата-аналар. Қазақ балалар әдебиеті теңдессіз бір шығармамен толыққан болатын. Ол ауылдан шыққан миллионер атты кітап. Кітаптың авторы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Сәуле Мағазбекқызы Досжан. Алғашқы сөзді Назарбаев зияткерлік мектептерінің дамыту департаментінің директорының орынбасары Аида Төлендіқызына берсін. Қайырлы күн әріптестер, қайырлы күн достар, біздің оқушыларымыз, зияткер. Біз бүгін сіздерменен арнайы осындай бір үлкен сүбелі әңгіме жүргізгелі отырмыз. Осы бүгінгі біздің сұхбатымыздың, кездесуіміздің сіздерменен бірге отырып осы Сәуле Мағазбекқызы қош келдіңіз деп айтқым келеді. Біздің зияткерлік мектептердің қазір желісінде көптеген біздің оқушыларымыз, ата-аналарымыз, сонымен қатар әріптестер, мына мектептің ұжымы барлығы қазір қатысып отыр деп ойлаймын. Әрине бұл Сәуле Мағазбекқызының осы кітабын біз желтоқсан айының орта шенінде қолымыз жетті. Осы кітапты көру барысында барлық зияткерлік мектептердің оқушыларының қысқы каникулда осы кітаппен танысып, оқушылардың өзінің жалпы қандай сезімде болды, қандай кері байланыс бере алады, балаларға ұнады ма? Мұны осы әңгіменің аясында біз бүгін осы балалардың ұсыныстарын, балалардың кері байланыстарын естиміз. Сонымен қатар осы бүгінгі сұхбаттың негізгі кейіпкері Сәуле Мағазбекқызы сізбенен біраз біздің балалардың көкейінде жүрген сауалдары бар. Осы сауалдарын қоя отырып, мен ойлаймын, осы кітаптың алдағы уақытта бізге берері не, қаншалықты бізге жалпы оқу барысында әсері қандай болды, осы әңгіменің аясында жүзеге асырылады деп ойлаймын. Сондықтан сіз біздің зияткерлік мектепке қош келдіңіз. Көрермендер, бізде қазір қатысып отырған біздің аудиториядағы отырған әрбір қатысушы өздеріне бір қажетті өмірлік дағдыға қажетті көптеген тағылымды дүниелерді алады деген үлкен үмітім бар. Мұндай кездесулерді біз зияткерлік мектептердің желісінде ұдайы жүзеге асырып келеміз. Соның бір дәстүрлі түрде жүзеге асырып отырған осындай кездесуіміз бүгін сізбен сәті түсіп отыр. Сондықтан да қош келдіңіз дегім келеді. Ал енді құрметті қатысушылар, біздің оқушыларымыз, мұғалімдеріміз, әріптестер, бүгінгі сұхбатымыз барлығымызға бір ой салатындай, түйіндейтіндей, бір өмірлік дағдыларды алатындай пайдалы ақпарат болсын деп тілегім келеді. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет, Аида Төлендіқызы. Енді кездесуімізді бастасақ. Сәлеметсіздер ме? Құрметті, мына біздің ұлт үміт күтіп отырған ұландар, ұлттың келешегі, болашағы, мына елдің иесі деп отырған үлкен мектептің оқушылары менен және олардың жетекшілері, ұстаздары. Сіздердің де менің кітабымды оқып, бүгін осылай шақырып отырғандарыңызға өте көп рахмет айтам. Өте ризамын. Жазушы дегенге, осы қалам ұстаған адамға осыдан артық үлкен бақыттың керегі жоқ өзі. Бақыт дегеннің өзі, енді әркім өзінің деңгейінде түсінеді ғой. Әркім әртүрлі нәрсені бақыт дейді. Мен өзім шынымды айтсам, қаныммен, жаныммен, күллі жан дүниеммен қаламгер болып, осы жазушы болғаннан кейін, мен үшін әрбір оқырманның маған деген ықыласы, кітабымды оқығаны, оған көңіл бөліп, назар аударып, маған хабарласып, әсіресе өстіп жүздесуге шақырып атқаны барлығы маған өте үлкен қуаныш береді. Қаламгер үшін бақыт деген осы міне. Оның үстіне мына сіздер Назарбаев интеллектуалдық мектебінің балалары, атынан шығып тұр, интеллектуал дегеннің өзі өте ақылды балалар деген сөз. Сол ақылды балалардың өзі мені шақырып ап, менің кітабымды ұнатқаны, ол енді маған бұрынғыдан да шабыт береді. Биылғы жылды айналайындар, өздеріңіз естіп атқан шығарсыздар, балалар әдебиетінің жылы деп жариялап атыр жаңа жылдан бері. Сол балалар әдебиетінің жылы дегененге бізде негізінде мынау енді әркім әртүрлі түсінеді ғой. Енді үлкендеу пафоспен айтып отыр деп қабылдамаңыздар. Мен өзім ылғи да өзім ұлтыма не керек екен деген нәрсені ойлап жүрем. Қай жағынан әлсіз екен, ұлтыма қандай көмек жасасам екен деп, соның біреуі мына біздің ұлтта балалар әдебиетінің әлсіздігі, сол туралы шығармалардың аздығы, балалардың оқитұғын үйренетін, тәлім тәрбие алатын, мотивация әзіргі заманның сөзімен алғанда алатын шығармалардың аздығын соңғы жылдар байқаған. Осы
баяғы біз және бізден кейінгі ұрпақтардың оқыған киносын көрген менің атым Қожадан басқа үлкен шығарма балаларға арналған жоқ екен. Үлкен болғанда бұл повест жоқ екен сондай. Сонан кейін өзім ылғи одан бері 54 жыл болыпты. Өзім былтыр бір ойлағам 54 жылдан бері ешқайсымыз енді ешкім назар аудармаған балалар әдебиетіне деп. Ал шындап келгенде қарап отырсақ барлық нәрсе баладан, нәрестеден дүниеге келген содан басталады ғой. Сол не көреді, не үйренеді, нені қабылдайды, содан бастап ол үлкен адам болады. Сондықтан балалар әдебиетіне қатты назар аудару, балалар әдебиетін өсіру, өркендету деген ең негізгі нәрсе екендігін мысалы айтып жатырмыз. Біз мемлекеттік тілді нашар білеміз, ана тілімізде нашар сөйлейміз деп ренжіп жатқандар бар. Неге? Соны кішкентай кезінен үйретпегендігімізден шығар енді. Әрі қайтсек тәуелсіз ел боламыз, қайтсек сол елді аяғынан тұрғызамыз, қайтсек сол елдің келешегін жасаймыз деп алдымыздағы ел басшылары барлығы сөйтіп жүргенде мүмкін біз шындығында мына тілге, балалар әдебиетіне кішкене аздау назар аударған шығармыз. Соны ылғи жүрегімнің түпкірінде ойлап жүретінмін. Шынымды айтсам ұзақ жыл бұрын. Сәлема Қазбекқызы. Ау. Себебі шын мәнінде де жаңағындай балалардың сүйікті кітабы Менің атым Қожадан кейін бір қазақ балалар әдебиетінде бір ондай үлкен шығарма болмаған сияқты. Және сіздің ауылдан шыққан миллионеріңіз сондай бір керемет кітаптың біріне айналатынына сенімдімін. Сіз жаңағындай осы біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары бұл кітапты бірдемен оқып шықты десем артық емес. Барлық жаңағындай 7-10 сыныптан оқушыларының барлығына бұл кітап ұнады. Сол кітаптың желісінде өздерінің еңбектерінде жазған болатын. Сол еңбек, егер рұқсат етсеңіз, сол еңбектің біреуін көрсетсек. Шымкент қаласындағы химия, биология бағытындағы оқушы өзінің жаңағындай қазіргі заман технологиясына сай өзінің жаңағындай видео программа арқылы Corel Draw'да осы кітаптың бук трейлерін түсірген болатын. Бук трейлер дегеніміз ол қазіргі заманның жаңа құбылысы. Ол кітаптың негізінде сол кітап туралы қысқашаны бір видеоролик, бейне баян түсіру, соны бірге тамашалайық. Бұл жаңағындай химия, биология бағытындағы Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өздерінің мектеп арасында, оқушылар арасында бук трейлер байқауын жасаған болатын. Сол байқаудың жеңімпаз оқушысы. 7 кітап алып келдім. Ана ауылдан шыққан миллионерден.
Соны ең жақсы сұрақ қойған, жақсы ой тастаған оқырмандарға берем. Өнен кейін мен бір өтінішім бар. Осы ойларың болса айтатын, салатын, тағы да қосымша маған ой салғыларың келіп, тағы да бірдеңе жазсын дегендерің болса, менің электронный адресіме хат жазып тұруларыңызға болады. Ағылшынша ғой енді. Магаз 1960 @mail.ru оп оңай. Сәуле Магазбековна ғой соның алғашқы несі. Магаз 1960 @mail.ru. Осыған жазып тұрсаңыздар, хат жазып, пікірлеріңді айтып, ой алмасып тұруға болады. Жақсы. Онда кездесуге көшсек, жаңа Сәуле Магазбекқызы өзіңіз бастап кеттіңіз, балалар әдебиеті жаңағында енді дамып келе жатыр. Өзіңіз балалар әдебиетіне қалай келдіңіз? Себебі оған дейін күрделі мәселелерді, мысалы қасірет пен тағдырдан алсақ, семей полигонын көтеріп жүрген. Оның алдында тіпті поэзияға жақын адам едіңіз. Қалай балалар әдебиетіңізге келуіңіз, соны жол қалай болды? Рахмет, Әнен. Жаңа мен анау сіздердің нелеріңізді білмей өзім сөйлеп кетіппін ғой жұмысыммен. Кешірім сұрайым. Айтайын дегенім сол, мен балалар әдебиетіне келіп қалдым. Елдер сұрайды, сіз осы бұрын балалар туралы жазбаушы едіңіз, бірақ мен ылғи жүрегімде жүретін, армандайтынмын. Жазушы болсын армандайсың ғой, бәлен сияқты болсын, Бердібек Соқпақбаев болса балаларға арналған бір керемет шығарма жазсам деп армандайтынмын. Сондағы ойым былай болатын. Мына бүткіл әлемдік, енді мен де әйтеуір шамам жеткенше ағылшынша оқымасам да, орысша мына барлық әлемдік не интернеттен қарап отырып, әлемдік байлардың балалық шағын, солардың өмірін оқимын. Ана Роквеллерлердің, мына Ма дейді, анау Қытайдағы көп қой, енді солардың бәрінің балалық шақтарын оқимын да, ойлайын біздің қазақтың балалары да осылар сияқты болып, кішкентайынан нарықтың заңын біліп өсіп, өмірдің сондай өмір сүрудің бір ерекше құпияларын біліп өссе екен деп армандайтынмын. Негізі жалпы, енді бір Алла дейміз ғой, Алла негізі армандаған арманды береді адамға түбінде. Мен сол көп жыл армандап жүрген арманыма, сол биыл мына пандемияның кезінде жеттім. Бір күні ойда жоқта, 2 апрель күні мынау Андерсеннің туған күні екен, Христиан Андерсен деген балалар әдебиетшісі бар ғой. Маған Астанадағы академиялық қанадан звондайды. Сәуле апай, осы сіз, мен диктор болғам ғой ұзақ жыл. Дикцияңыз жақсы ғой, бір Андерсеннің туған күніне 2 апрельге бізге бір ертек оқып беріңізші дейді. Сөйме айттым, неге десем, оның туған күні екен. Мен неге біз қазақтың балаларына Андерсеннің ертегісін оқып береміз? Неге қазақтың ауыз әдебиетінен ертек оқымаймыз? Болмаса мен өзімнің ертегімді оқып берейін дедім. Ертегім жоқ о кезде. Енді сөйтіп айтып жатыр мен. 1-2 күн бұрын ғой, өзім оқып көрейін, бірақ мен Андерсеннің ертегісін оқығым келмейді дедім, оның сыбызғышысын. Одан да жақсы нәрсе айтуға болады. Сөйтіп, бір жерден сол маған ұлттық академиялық кітапханадағы қызметкерлерге рахмет, сенім білдірген. Солардың арқасында мен ойда жоқта ойыма бір ертегі түсіп кетті. Өзі не болып атқан кез ғой, мына тышқан былтыр, әлгі дүрбелең болып, осы есіміз шығып атқан. Соңғы тышқан жылғы дүрбелең деген бір ертегі жаздым. 2 тышқан осы секіріп қалдың басына шығады, жыл келе жатыр, ойбай, біздің жылымыз келе жатыр деп. Соны бірден Ұлан газеті басты, тышқан жылғы дүрбелең деген ертегі. Содан басталды. Соны оқып бердім, өзім жазып шықтым түнімен. Ертесі оқып бермедім, қатты ұнады. Сонан кейін оған әбден қызығып алғаным сондай, WhatsApp-қа, Instagram-ға, Facebook-ке оқыдым. Кәдімгідей осы арнайы киініп алып, тұрып, отырып, балаларға арнап, кәдімгі немененің радионың дикторы ұқсап, өзім күліп, шиқылдап, тышқанның даусына салып оқып беріп едім. Қатты елдер ұнады. Одан кейін өз Алла тағы бір 2 ертек берді. Сөйтіп соны оқып жүрсем, содан кейін елдер жазды. Кешке қарай ертек айтпай қалам, өзі аптасын 2 рет оқып жүрмін, оқымай қалған күні әжелер жазады, ойбай, менің балам сенің ертегіңді қайта-қайта тыңдатамыз, әйтпесе кешке қарай ұйықтамайды дейді. Сонымен қызығып алдым да, мен ертекші әже болып ертек жазып кеттім. Сөйтіп жүргенде, мына ауылдан шыққан миллионер, өзім жүрегім түбінде жүретұғын, қайтсем қазақтың баласын бай қылам деген, май айында менің, өзім ол кезде үлкен роман жазып жүргем, үзілмеген үміт, жаңа сіз айтқан полигонның жалғасын жазып жүргем, 2 кітабын. Ойда жоқта есіме түсті де, полигонда бәр жайына қалды, балалардан мықты не бар? Балалардың әлеміне кірдім де кетіп, ауылдан шыққан миллионерді бір 2 аптада жазып тастадым. Жазып тастадым да, сонан кейін бір конкурс жүріп атыпты.
алтын қалам деген. Сол әлгі алтын қалам деген конкурсқа жібере салдым. Ондағы ойым енді көбірек оқырман оқыса екен деп ойладым да, оқырмандарға жетсе екен деп, енді өзімнің қолымда ешқандай әлгі нем жоқ, билігім жоқ. Сондай оқыған 41 мың адам оқыды ғой әлгі неменен, ауылдан шыққан миллионер. Соның арасында ауыл партиясының төрағасы бар екен, кім деген, ауыл партиясының төрағасын кешірім сұраймын, аты жөнін ұмытып қалдым мен. Сол кісі оқыпты, үлкен кісі оқиды деп ойламаппын мен. Сол кісі оқып, хабарласып, мына сіздің кітабыңыз сондай жақсы болды, біз ауыл партиясы ылғи балаларға арнап кітап не шығарып жүруші едік, сіздің кітабыңыз шығарайық деп, осы кітапты бүкіл халыққа, ауылға таратты әнеугін сайлаудың кезінде. Сөйтіп содан әбден балаларға деген сондай ризашылығым, дүниеде адал оқырман мына балалар екен ғой дедім. Осы бір 2-3 айдың ішінде, жарты жылдың ішінде балалардың ортасына топ ете түстім. Сондай бір таза, әдемі әлем, хабарласады да жатады, маған хат жазады, сөйтеді. Сонымен енді мен қазір 2-ші кітап жазып жатырмын балаларға арнап. Бұл енді роман, балаларға арналған, ешқашан роман жазылмаған. Балаларға арналған хикаяттың өзі осы Бердібек Соқпақбаевтан кейін шыққан, осы ауылдан шыққан миллионер екен. Бұл туралы кішкентай фильмдер жасап жатыр, әйтеуір балалар сөйтіп жатыр. Жаңағы романым енді менің Жақсылық Үшкемпіровтің өміріне арналады. Сол кісінің отанжандылығын, ұлт жандылығын, намысын, қадір қасиетін барлығын біздің балалар үйреніп, сол ағалары сияқты батыр болса екен деп, бағы шапқан балуан деген кітап жазып жатырмын. Бақ шабама, бап шабама дейді ғой. Бабы барлар көп болады, бірақ Алла бақ береді екен. Сондай қазір роман жазып жатырмын. Сондықтан балаларды мен өте жақсы көретін болып кеткем осы кезде. Жаңа осы ауылдан шыққан миллионер кітабын оқыған адамдар. Әли Бектаев, жаңағы ауыл партиясының төрағасы, сенатор, өте көп рахмет айтамын. Мына балаларды қатты қадірлейді екен. Жыл сайын бәленбай кітап шығарып жүр екен ауыл партиясына, рахмет. Сондай азаматтар көп болсын деп тілейік. Сондай азаматтардың арқасында жаңағындай сіз сияқты жазылған үлкен кітаптар осы біздің шет жердегі, ауыл жердегі, қаладағы болсын, балаларымызға тиіп жатыр. Сіз аман болыңыз, сондай адамдар аман болсын деп айтқымыз келеді. Енді сол бұл кітапты оқыған адамның бірден ойынан кіретін бірінші сұрағы, Жомарттың прототипі кім деген сұрақ шығар. Шын мәнінде ол шын оқиғаға негізделген деп жазған екен. Аты шын мәнінде Жомарт па, кітап солай басталған. Әкесінің қойған атынан кім абай прототипі, егер құпия болмаса өзі? Жалпы бұл Жомарттың мынау адам еді дейтін әзірге прототипі жоқ. Себебі ол қазақтың баласы. Менің арманым. Біздің қазақтың балалары осындай болса екен, еңбекқор болса екен, бос сандалып жүрмей бір нәрсемен айналысса екен, нарықты білсе екен. Әзір мысалы бізде біраз адамдар бар. Енді мына біздің қатарымызда, бізден кейінгілерде, ой, бір жоғары жақта бір көкең болмаса оқи алмайсың, оқуға түсе алмайсың, көкең болмаса қызметке тұра алмайсың дейтіндер болады. Бірақ өмірде анау жоқтан бастағаннан жақсысы болмайды. Мысалы, енді онда ер адам. Менің ауылым туралы ғой, онда мұғалімдердің аты, балалардың бәрінің аты дұрыс аталған. Менің сыныптастарым, менен кейінгі балалар ауылда. Бірақ оны елдер біледі, ауылдағылар. Солар бәрі сұрайды. Ай, бұл кім біздің ішімізде бүйтіп байып кеткен ешкім жоқ қой дейді. Мен айтам, сендер байымасаңдар да, ертең сендердің балаларың байиды, солар жомарт болады деймін ғой. Қазақтың баласы, жалпы қазақтың баласы осындай болса екен деп армандаудан шыққан. Бірақ енді өзімнің өмірде көрген біраз қиындықтарым бар. Мен сол Жомарт сияқты өте көп қиындықта өскем. Мына алғашқы магазин сатып алу деген менің өзім сол ауылдан келген кезде, мына неменеде Сатпаева Космонавтовта Айша деген магазин болған, кішкентай. Соның иесі болған мен ең алғаш. Соның кейін Темриязов неменеде Темриязов пенен Розбақиптың қиылысында Жәмила деген кафе болған. Қазір атын бала-шағам өзгертіп, ақырында лимонад болып шығыпты ғой, Қайран Жәмиланың аты. Қорболы енемнің аты еді. Сөйтіп балаларға берсең, сенім білдірсең сөйтеді. Олар өздеріне еңбекпен келмегеннен кейін. Ал ол маған еңбекпен келген.
әрбір күнімді есептеп жүретін. Негізгі арманым осы, әйтеуір бай, қуатты ел болсақ, соның ішінде қазақтың балалары бай болса дегеннен шыққан Жомарт. Дұрыс. Жаңа балық шағыңыз туралы айтып кеттіңіз ғой. Сол негізі жаңағындай сіз туралы ақпарат көп деп айта алмаймын. Өзіңіз жайлы, өзіңіздің балық шағыңыз сәл апай тоқталсаңыз. Өйткені бізге де қызық осы сіздің өміріңіз, сіздің жаңағындай қалай тік тұрдыңыз, қалай мінекей осылай жазушылыққа келдіңіз, ақындық жолыңыз бар, журналистік жолыңыз бар. Мен Алматы облысының Ұйғыр деген ауданы бар. Соның прям тура хан тәңірінің етегінде Ақтам деген ауылға да дүниеге келген, ана кітапта да жазылады ғой. Сонда оқыдым, сонда өстім. Мен туралы өте көп ненің ақпараттардың осы уақытқа дейін болмай келгені, мен ұзақ жыл, 25 жыл мемлекеттік қызметте істедім. Мемлекеттік қызметте істеген адамдар енді өте көп өзінің тіршілігін насихаттап, өйтіп айта бермейді. Содан кейін осы соңғы 3-4 жылда таза шығармашылыққа көштім де, шығармашылыққа көшкелі бері өзімнің барлық еңбектерімді айтып сөйтіп келе жатырмын. Сол ауылда оқыдым. Одан кейін енді университетке, Казгуге келіп түсу үшін 3 жыл түсе алмай 4-ші жылы дайындық курсынан түстім оқуға. Қазіргі кезде енді мынау платный оқу деген бар ғой, ақылы оқу деген бар ғой, балалар оқуға түсе алмаса, ата-анасы ойбай ештеңкесі жоқ, сені біз мына ақылы оқуға түсіріп жіберейік дейді, ақылы оқуға түсіріп жібереді, сөйтіп оқиды. Бірақ шындап келгенде бала өзі еңбектеніп оқып, бірінші жылы түсіп кетсе де жақсы, одан кейін болсын да әйтеуір өзі еңбегіменен мемлекеттік неге грант дейсіңдер ғой, әзір соған түскені дұрыс. Себебі оның адам өзі еңбегімен жеткенген оның ар жағында барлық нәрсенің артын ойлайсың. Мен осыған қайтып жүрдім. Мысалы, мен әлі күнге дейін, 62-деймін қазір. Осы күнге дейін әр нәрсені істегенді ойлаймын. Мен осы жазушы болам деп, армандап, журналист болам деп, анау ауылда не көрмедім. Жаңа Жомарттың көрген қиындығының бәрін кішкентайымнан, әкем ерте қайтыс болып көріп өскен адаммын, шешем екеуміз. Не көрмедім мен осы күнге дейін де, қазір не нәрсе болсын бірінші соны ойлаймын. Мен соған осы қиындықпен жеттім. Казгуге түсу үшін 3 жыл оқуға түсе алмай, 4-ші жылы тағы да 1 жыл дайындық курсын оқып жүріңіз, өзі қыз бала. Әлі есімнен кетпейді, бір деканымыз болды, Қожакеев деген, мына журналистикада оқығанның бәрі біледі. Ол кезде Казгу дегеніңіз, қазіргі мына Назарбаев мектебі сияқты, университеті сияқты, Қазақстандағы жалғыз оқу орны университет. Журналистика факультеті деген бүткіл Қазақстандағы жалғыз факультет 25-ақ бала алады жылына. Сонда өте бір ерекше оқу орнында, соны армандап жүріп түскем. Соның кейін әйтеуір оқыдым, жақсы оқыдым. Енді старосты болдым, балаларды басқарып жүрдім. Енді әйтеуір сол неден жақсы оқып жүргеннің арқасы шығар, осы күнге жеттік. Сол кішкентайымнан 12-13 жасымнан ұланға, әзір ұлан, онда Қазақстан пионері, жас алаш, Лениншіл жас, соларға кішкентай мақалалар жазып, өлеңдер жазып жүріп, содан басталды ғой 13-14 жасымызда. Міне әлі күнге дейін қалам, Құдайға шүкір, қолдан түспей келеді. Абай айтқандай қаламды қатты ұстап тұрып, елімізге қызмет етуге жазсын. Тағы қандай сұрақ болды? Мен қысқа жауап беріп қойдым ба? Жоқ, бізге ұнап жатыр негізі кездесуімізде, сізде, сіздің жауаптарыңызда. Енді біз кезекті бір оқушылардың пікіріне берейік. Жаңа сізге қаншама таза жүректі оқушылардан пікірлер түсіп жатыр дейсіз ғой, соларды бір қарап шығайық. Содан кейін оқушылардан сұрақтар келіп түскен екен, соларды береміз. Рахмет. Бұрын әрбір бала ғарышкер болуды армандаса, қазір 2-ның бірі миллионер болуды мақсат тұтады. Бұның ешқандай айыбы жоқ, өйткені уақыттың талабы, заманның көшінен қалмаудың әрекеті. Бірақ бұған қарамастан сол миллионға жетудегі жол қандай болмақ? Мәселе сонда. Сәуле Досжанның ауылдан шыққан миллионер шығармасында балалық шағында қиыншылық көрген жетім баланың өз армандарына жетуі туралы айтылады. Жомарт деген әкесінен 5 жасында айырылған жетім бала жетімшілік пен қиыншылықты көрген. Соған қарамастан да ол оқуын жақсы бітіріп, анасын бағып, болашақта миллионер атанған. Сол хикаятты оқып болғаннан кейін менің есіме қазақтың көне мақалы түсті. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей.
Әрине, берілген шығарма менің жүрек қойнауымда ерекше әсер қалдырды. Себебі Жомарт есімді баланың өмір жолы мен тағдыры аса қызықты және шытырман оқиға толы. Жомарттың балық шақтағы арманының орындалуы жаппай құлшыныс, таудай талап пен ерен еңбектің арқасында екендігі сөзсіз. Ауылдан шыққан миллионер шығармасын оқи отырып керемет әсерде болдым. Әсіресе екі кейіпкер өзіме ерекше әсер етті. Ең алдымен Жомартты үлгі ете аламын. Ол алдынан шыққан қаншама кедергілерге, қиындыққа қарамастан өзінің арманына, мақсатына қол жеткізді. Екінші кейіпкер Жомарттың анасы. Ол кісіден алған сабағым әрдайым өз күшіне сену және мәңгі өз қалпында қалу. Бұл хикая мотивацияға толы және өмірде мүмкін емес еш нәрсенің жоқ екендігінің мысалы. Бұл хикая арманға жету жолында көптеген кедергілердің болатынын және әр адамның өз арманы туралы білуі, оны ұстануы және де сол арманға жету жолында мойымауының маңыздылығын көрсетеді. Бұл бір демде оқып шығатын мектеп жастарындағы оқушыларға арналған кітап екен. Мен бұл кітапты оқығаннан кейін өзімді жаңарған, өмірге, еңбекке деген талпынысы туған адамдай сезініп тұрмын, және басқа адамдар да өздеріне бір өтеді деген сенімдемін. Негізінен кітапты оқып біткен соң сан алуан ойлардың тұзағында қалдым. Өмірге деген көз қарасымда жағымды жаққа өзгерте қоймай, адами құндылықтардың түп маңыздылығын түсінуге де үлкен үлес қосты десем қателеспеспін. Осы үлкен әлемнен шынында да өз орныңды тапқың келсе, онда еш шектеусіз алдыға қадам басу керек екендігін түсіндім. Жақсы, рахмет. Біз өзіміздің Назарбаев мектептерінің оқушыларының берген жаңағындай пікірін ойлап қарап шықтық. Сәлем Мақазбекқызы, сізге ұнады деп ойлаймын. Ұнады маған, жақсы. Иә, енді оқушылардың сұрақтарына кезек берсек, түрлі тақырыптардағы сұрақ бар екен. Роза Балтабаева деген оқушы былай жазыпты. Жомарт ересек кезінде балыққа ғашық болған мұғалім Айшархан тәтей сияқты қызды кездестірді ме дейді. Бұлар жаңағындай соншалықты бұл Жомартты, оның өмірі соншалықты қызық болған, соншалық кітаптың жалғасын қалайтын сияқты өзімнен сұрақ болсын, кітаптың жалғасы бола ма? Рахмет айналайын, Ғалиямет ат. Ол ана Айшархан апайды сияқты мұғалімді сол Айшархан деген адамға біздің бүткіл ауылдың жігіттері мен қыздар тіпті есік алдындағы менің әкеме деген ғашық болатұғын. Әзір ойлаймын ғой, сол папам жақсы көреді екен сол Айшархан. Маған жалынатын. Чакатай дейтін мен. Чакатай, сен ана Айшархан тәтеңді қараш, таңертең тұрады, сиырын сауады, бүткір тірлігін бітіреді де, сонан кейін қалатын шешіп, айбат көйлегін киеді, сөмкесін құшақтап, мектепке кетіп бара жатады. Сен мұғалім болшы деп жалынатұғын маған. Соны бүткіл ауылымызға үлгі болған. Барлығы былай айтқанда жақсы жағынан айтқанда ғашық болған, балаларымыз осындай, қыздарымыз әсіресе осындай болса екен, келініміз осындай болса екен деген Айшархан Тоқтасынбекқызы Ақтам ауылында қазір зейнетке шыққан, өзінің немерелерін бағып өсіріп жүр. Балалар да өте жақсы сондай тәрбиелі болып өсті. Соны енді жаңағы Жомартымыз өмірде бар адам болса айтар едім, сол кездестім екен деп. Бірақ менің қиялымдағы Жомарт сондай адамды іздеп жүрді ғой. Негізінде сол жерде мен өте бір үлкен кітапты жазғанда, маған шынын айтқанда, не беріледі мен соны жазам. Өзім білмеймін мен, қалай болып аяқталады, ол не болады, кейіпкерлердің аты кім болады, отырам жазам. Кино көріп отырғандай бәрін солай суреттеп жазам. Кез келген шығармамды солай жазам. Өнінге шығармадағы басты кейіпкерлеріме сұмдық ғашық болып отырып жазам. Осы Айшархан апайға да сол бір жігіттің көзімен қарап сұмдық ғашық болып отырып жазғам. Сол кейін ойладым, неге әкем сөйтіп ылғи маған жалынады десем, сөйтсем біздің әкеміз де жақсы көреді екен ол кісіні. Менің қызым осындай болса екен дейді. Мүмкін жасымызда біз неге осындай қызға кездеспедік екен деп ойлағандар шығар, марқұм ол кісі ертелеу қайтыс болды енді. Соны ойлаймын. Сөйтіп Айшархан тәтейге сондай қатты ғашық болып отырып жазғам сол шығармамды. Рахмет айналайын. Ал кітаптың жалғасы бола ма енді? Енді ол бәрімізге қызық сол сұрақ. Иә, барлығы айтады маған, енді ол миллионеріңді кәдімгі мына ел басқаратын бір адам жасасаң, жасамадың ба дейді бір ағай айтады көріп маған. Енді ол мен айтам, бұны мен балаларға арнап жаздым, енді балалардың жасөспірімдік деңгейінен өтіп кеткеннен кейін білмеймін, маған ешқандай ондай белгі келген жоқ, ары қарай ол қалай жігіт болды, кімге үйленді деген, сондықтан жалғасы болады деп әзірге уәде бере алмаймын.
Жомарттың балалар жайында жазуға болады ғой, балалар кітабы десеңіз. Баласы не іште оқып жүргенін ба? Иә, әрине. Енді оны белгі береді өзі. Қазір мына жақсылық үшкемпіровті жазып жүрмін. Сол кісінің өмірі сондай, жасөспірімдерден асады ол. А мына бала сол жасөспірім студент болғаннан кейінгі өмірі, білмеймін, ол ойыма келмепті. Дәл осы сұрақ тек қана мен емес, Әуезхан Әбзелбекті де мазалаған екен. Жомарттың үлкен кезі немесе кітаптың жалғасы бола ма деп, ол да бір ішіндегісін жазған сияқты. Жалпы жалғасы болса, бәріміз соны бір ынтамен оқитын адамдармыз, оқырмандарымыз. Енді осы нештің балалар студент болып жүргенде оқиды өздері сияқты, бұл студент баланы жалғасын қашық болып жүрген. Мына жерде Ерасыл Базарбаев деген оқушы өзінің пікірін жазған екен, сұрақ емес. Сәлеметсіз бе, мен Семей физика-математика мектебінің оқушысымын. Менің ойымша, осы кітап адамға жақсы мотивация бола алады. Ол маған кітап оқуға мотивация көбейтіп, енді арманыма жете аламын. Тек оқу керектігін ұқтым. Сабақтың материалдарын құрметтеп, қанағатшылмын. Кітабыңызға көп рахмет деп жазған екен. Айналайын, Ерасылға бір кітап беретін болдық қой, енді жақсы бала болам деп атқан. Мына жерден жаңа айтқандай, кітаптың жалғасы туралы ой көбі мазақлайтын сияқты. Өйткені Рамадан Ақылбай есімді оқушы. Мен Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші F сыныбының оқушысымын. Мен сізге қоятын сұрағым, Жомарттың студент кезіндегі достары Жасан мен Серікпен достығы бүгін күнде жалғасуда ма дейді. Көріп отырғаныңыздай, жалпы тек қана Жомарт қана емес, сол кітаптағы екінші, үшінші кейіпкерлердің өздері біздің оқушыларымыздың жүрегінде орын алып қалған сияқты. Тіпті жаңағындай Жомарттың жары ғана емес, оның достарының да қалай қарым-қатынасы жалғасқанын қызықтыруда. Енді тағы да бір қарайық. Мына жерде Әуезхан Әбзелбек деген бір оқушы, Жомарттың өскен кезінде жаһандық экономикаға тікелей қатысы бар адам болғанын тілеймін дейді. Тіпті өзінде сіз жаңа кітапта жазғанда не болатынын білмеймін деген сияқты, бұл да оқушы сол өзінің тілегін айтқан екен оқушы туралы. Жаңағы достар туралы сұрап атқаннан бір ой келіп тұр. Мына достық деген өте үлкен нәрсе, балалар. Әзір мына мектепте бірге оқып жүрсіңдер ғой. Оның үстіне сендер бір ерекше мектепте оқисыңдар. Сендер ұлттың үміт күткен балаларсыңдар, елдің келешегі болатын балаларсыңдар. Ана Байтұрсынов айтқандай, кеуделеріңде жандарың тұрса, ұлтқа қызмет етпей қоймайды дейтін балалар сендер боласыңдар. Сондықтан осы қазіргі мектепте бірге жүргеннен, ертең студент кезде бірге жүргендеріңнен, кәдімгі біздің Алаш қайраткерлері бар ғой, осы бірге жүріп, жастарынан бірге жүріп, қайтсек қазақтың көгіне күн боп шығамыз деп, қайтсек күн сөнгенше сөнбейтін ұлтқа қызмет етеміз деп жүрген балалар сияқты, сендер де ертең сондай боласыңдар. Сондықтан достыққа адал болған қазіргі достарыңмен өмір бойы жақсы бірге жүрген деген өте жақсы. Есейгенде де мына елдің иесі сендерсіңдер. Сондықтан осы қазіргі достарыңа өте үлкен құрметпен қарап, бір-біріңе ешқандай қызғанушылық болмай, ешқандай кемшілік көрмей, адам егер екінші бір адамнан не іздесе, соны көреді балаларым. Жақсылық іздесе, адам жақсылық көреді досынан. Тіпті қандай адамнан болсын. Ал егер жаманшылық іздеп, қойшы осыны десе, ылғи да көзіне жаман көрінеді. Сондықтан бір-біріңе достықта жақсылық, қайырым, үлкен достық, махаббат, құрмет көріп тұрғандарыңды, сол өздеріңе жақсы болады. Мына жерде жаңағы сол достық туралы жазған оқушы, мен сіздің еңбегіңізден шабыттанып, одан әрі Қазақстанды көркейтуге тырысқым келеді деп жазған екен. Аты кім оның? Әуезхан Әбзелбек. Әуезхан Әбзелбек. Ой, оған бір кітап беретін болды. Қызылордадан Сембаев Әлияға бір кітап жаздым. Павлодардан Құралай деген қызға. Ерасыл деген жігітке математик.
Павлодар қаласындағы химия биология бағытындағы мектеп оқушыларының сол кітап желісі бойынша жазған өздерінің суреттері ғана болған екен. Бұл жаңағындай ішінде маған Павел Федоровский деген баланың суреті ұнады. Анау математик профессор не қылады. Негізінде осы Жомартты үлкен жолға салатын сол профессор ғой, жаңағы кім деген Боранбай Жүсіпбекұлы деген. Ол кісі мына Шымкентте болған, Шымкенттің математика мектебінің нелері білуі мүмкін. Шымкентте өмір сүрген адам, өте мықты математик адам. Мына Шымкенттің оқу білім басқармасын басқарған Совет одағының батыры сондай Боранбай Жүсіпбекұлы деген адам. Қателеспесем, Жомарт ол сіздің ойыңыздағы жалпы бір кейіпкер, бірақ басқа қосымша кейіпкерлер ол шын өмірден алынған. Мысалы, Айша хан тәтей болсын, керемет күшті екен. Шынымен де жалғасын енді күтеміз. Сәуле апай бір ойланатындай Ништің тапсырмасы менен деп бұның жалғасын жазамыз. Сонан кейін ол енді Назарбаев университетін оқитын болады ғой, енді ол баланы нархозды бітірген аз болады оған. Ондай балалар тағы да оқу керек, оқу деген жақсы. Мына жерден тағы да өзіміздің оқушыларымыздың сұрақтарымызға келіп түссек, себебі олардың саны өте көп және секунд сайын көбеюде. Несібелі Шервенова деген есімді оқушы кітапта қазақи ырым сенімдер, Құран бағыштау, мал сойып, ас беру секілді мәселелер жазылған екен дейді. Мен де осыны айтып өткім келеді. Негізінде жеңіл тілмен жазылған қазақ әдебиеті болғанымен, ішінде шында да ұлттық дәстүрімізге, ұлттық салтымызға жақын дүниелер өте көп екен. Мысалы, жаңағындай жесір әйелдің өзінің қайын жұртына деген сыйластығы, күйеуі қайтыс болғанымен сол жаңағындай туыстық қарым-қатынастарын сақтап қалу деген, сол Жомарттың анасына деген үлкен бір өзіміз сондай бір күшті кейіпкерлігін көрсетеді. Бұл да сіздің арқаңыз деп ойлаймын. Осындай дүниелерді оқи отырып, біздің оқушыларымыз да өзіміздің жаңағындай қазақы қалпын сақтауға, қазақи ұлттық дәстүрлерді, ұлттық салтымызды қадірлеуге үлкен мән береді деген ойдамын. Осы кітаптарды оқи отырғанның негізінде де. Жалпы мен шығармаларымда мүмкіндігі болса, этнографиялық халықтың өмір сүру салт дәстүрі этнографиясына қаттырақ мән беруге тырысам. Себебі ол кітапты оқу арқылы адам өзінің ұлтының салт дәстүрін, тарихын, тағдырын, барлығын біліп отырғаны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан әсіресе мына балаларға арналған шығармаға ол өте қажет болды. Соны мына Несібелі жақсы байқаған екен. Рахмет. Иә, мына жерде Әуезхан Әбділбек деген оқушы бар еді ғой, сіз жаңа кітап сыйлаймын деген. Сол кісі тек қана сіздің кітабыңызға ғана қанағаттанбайтын сияқты. Енді өзімше солай әзілдеп қоялық. Таразға келуге мүмкіндігіңіз бар ма дейді. Таразда кеш өткізсек деп жатыр. Бұл Тараздан ба екен? Тараздан сияқты, соған қарағанда. Жақсы екен. Бұлай жаңағы Әуезханға да басқа да оқырмандарым айтам. Мынау өздері балалар білет, оқыған шығар, Гарри Поттер деген кітап бар. Әлем оқып жатыр. Соның авторы Джоанна Роллинг деген кісі мынау 360 күннің 300 күнін мен оқырмандарыммен кездесуге арнаймын депті. Мен содан үйреніп, осы 3 жыл болды. 300 күннің болмаса да бір 250-260 күнін мен оқырмандарыма арнаймын. Ол міндетті түрде бір жаққа бару емес, интернетпен байлансам, онлайн байлансам, кездесулерге барам. Сондықтан мынау індет кетіп, елде тыныштық орнап, әлемде ғой, әзір әлемде болып жатқан жағдай, әлемде тыныштық орнап, байланыс дұрысталатын болса, Қазақстанның қай түкпіріне болсын шақырса, мен самолетпен барып кездесіп қайтуға жағдайым бар. Өйткені неге? Себебі менің оқырмандарым қазіргі балалар, олар өмір бойы оның есінде қалады мені көргені. Сонан кейін өскеннен кейін де сендер әлі ел билейсіңдер, елдің бір пұшпағын билеп отырғанда бір жерден Сәуле Досжан дегенде, бұл апамызды білеміз, біз мектепте оқып жүрген кезде бізге арнайы келіп кездескен деп, менің кітабымды міндетті түрде қолдарың алып, қай жаста болса да оқитындарыңа сенем. Сондықтан мен әрбір оқырманымды қадірлеймін. Қай жерге шақырса, сол жерге халықпен кездесуге барам. Сәуле Мақазбекқызы, мына жерде айта кетейін дегенім, онда сізді Жақсылық Үшкемпіров туралы кітабыңызбен, ол кезде барлығы жағдай дұрысталады деген ойдамын. Сол кезде сізді асыға күтеміз. Әрбір Назарбаев зияткерлік мектебінің есігі сізге ашық десем қателеспеген болармын. Себебі айтқанымдай, еліміз бойынша барлық оқушылар сізді сүйікті авторыңызға
оқушылардың сүйікті авторына айналдыңыз. Сіздің кітаптарыңызды асыға күтуде олардың жаңағындай кейіпкерлері өздерінің жақын достары сияқты болып кетті. Рахмет айналайындар. Маған да керегі сол. Осы қазақтың балалары оқыса екен, армандаса екен дейміз. Армандаңдар балалар. Арман деген бәрібір орындалады. Армандаған адам үлкен мақсаттарға, биіктерге жетеді. Сол сендер сөйтіп армандайтын жолда сендерге ой салатын шығармалар жазсам, менің де мақсатым сол. Сіздермен кездесіп, әрдайым жақсы ойлар. Сендер өстіп айтып отырсаңдар, мен жазып, жақсы ойларды енді оның бәрін Алла береді дейміз. Мен өз намаз оқымаймын, бірақ та жүрегім бір Алла деп соғып, ол бәрімізге солай болуға тиіс, бір Алла деп өмір сүреміз ғой енді. Асхат Әбілмәжін есімді оқушы шығармадағы елес туралы жазу туралы ой қайдан келді дейді. Елес, дүкенде елес бар деген жағдаят барлығымыздың есінде болар. Асхат айналайын, мына шығарма жазып жатқанда жазушы оны әшейін бірдеңен жаза береді деп енді білмеймін. Менің білетұғын жазушыларым, мына жұрт оқитын жазушы, соны өзім оқырман болып отырған сияқты. Менің оқырманым осыны қабылдай алама, менің оқырманымды немен қызықтырам деген ой болу керек ода. Сөйтіп ойлағаннан кейін, соңғы бір нәрсе солай еске түседі. Мысалы, ол кітаптың ішінде не қып-қызыл махаббат болу керек, елдің барлығы елең ете түсетіндей. Қазір бірақ махаббатпен ешкімді таңғалдыра алмайсыз. Өйткені қазір өмір сүрудің өзі басқаша болып кетті. Өмірдің өзінің ағымы, уақыттың жүйріктігі басқаша болып кетті. Өте уақыт жүйрік, сондықтан жалғыз махаббатпен қызықтыра алмайсыз. Қазір триллер сияқты оқиғалар қызық болады сондай. Кинолар бар ғой, трейлер дей ма, сондай. Сондай өте жылдамдық болу керек кітаптың ішінде. Тек қана бір жерде орында отырып қимылдамайтұғын кейіпкерде қызық емес. Ол кейіпкердің басынан неше түрлі оқиға өту керек. Менің үлкен үйдегі үрей деген кітабым бар. Енді атынан шығып тұр ғой, үлкен үйдегі үрей. Содан кино түсіреміз деп біреулер сөйтіп жүр, бірақ қазір қаржыға байланысты шығара алмай жүр. Сол шығармамда осындай оқиғалар көп. Жалпы менің шығармаларымда мистика көп. Барлық шығармамның ішінде бар. Енді солай жазатын болғаннан кейін сөйтіп келетін шығар, мына жаңағы соны менің ауылдағыларым сұрайды. Біздің ауылда мұндай оқиға болмап еді ғой деп олар ойлайды. Ауылды жазғалы келді көлде, ауыл қалай болды, солай жазу керек. Ана жерде анандай жота жоқ еді ғой деп звондайды бір күні біреу. Сен қайдан тапқансың, жотаны қайдан қойып қойғансың деп. Міне жазушының қиялы деген сол. Жазушының қиялы шексіз болу керек. Ол жалғыз бір ауылды көрсеткен екен деп, сол ауылды тура сондай қылып макетін жасап бермейді ғой кішкентай кітаптың ішіне. Ол ауылдың ішінде сан түрлі оқиғалар жату керек. Сонда жаңағы жасөспірімдердің бір кезде сондай оқиғалар болды. Біздің ауылда болмаса да, осы мына алғаш Қытайдың тауарлары келіп атқан кез, мына Қытай менен Қазақстанның шекарасында Панфилов деген аудан бар. Сонда аяғына кроссовка алып бермеді деп біздің танитын біреудің баласы сол балалардан кроссовка алып берген жоқ. Мен қалып қойдым, солардан нашар болдым, киімім нашар болды деп асылып өліп қалған бала болды. Ол енді әке-шешесінің үйде дұрыс тәрбие бермегеннен деп ойлаймын. Дүниенің бәрі ол киімде, не бірдеңе жетіспеуде емес. Мықты болсаң өзің жаса соның бәрін. Әке-шешеңнің сені дүниеге алып келгеніне, мектепке оқытып жүргеніне, үстіңде керегін тауып беріп, ешкімнен кем қылмай отырғанына рахмет айту керек. Елде жоқ киімді қайдан тауып береді? Сол ылғи жүрегімде жүретін ол бала неге өйтті? Неге ол бала соншалықты адамның, Алланың берген өмірін сол бір, былай айтқанда, жаман Қытайдың кроссовкасынан артық көрді деген ой баяғыда жүретін жүрегімде. Сол есіме түсіп кетті-ау деймін, жазып отырғанда, әйтеуір осылай жазылып қалды. Жақсы, мына жерден сіз жаңа арман туралы айтып кеттіңіз ғой. Армандау керек, армандаған жақсы деп. Сонда Расул Махамбетов деген оқушы өзінің сұрағын қойған екен. Сіз үшін арман деген не? Бұл сұрақты қойып жатқан себебім, былай қарасын жеңіл сұрақ сияқты, бірақ сол бір қарапайым сөздің ар жағында көп ой бар сияқты. Және де сол арманның орындалуына деген басты идеясы кітаптың да сол болып тұр ғой. Сол себепті арман дегенге тоқталып өтсеңіз. Арман деген нәрсе адамның бәрінде болады. Арман болмағанда адам өмірде жоқ болады. Мысалы, сіз қазір 80-дегі қариядан да сұраңызшы, қандай арманыңыз бар деп. Оның арманы бар, сендер сияқты немерелерінің өмірі жақсы болса дейді. Сол немерелері бір биікке жетсе дейді. Менің де шексіз арманым бар. Сенің де Расул шексіз арманың бар, алдыңа қойған мақсаттар. Арман деген сол. Арман біткен күні адамның өмірі тоқтайды.
Адам ойсыз болады. Ең қауіпті адам ойсыз адам. Ол ештеңе ойламай, бүгінгі жеген тамағына риза, үстіне біреуден бір киімді артық кигеніне, бір қыздар ақымақ болып соған риза, дос құрбы қызынан бір көйлекті артық кигеніне, ол бала да сондай, содан бір артық бір планшет сатып алғанына мәз болады. Әркімнің арманы әртүрлі. Арман деген адамды алға жетелейтін ұлы күш. Кішкентай бөпенің өзі армандайды, білесіңдер ме? Анау екінші бір баланың қолынан бір ойыншықты көреді де, іштерінен ол ойланып жүреді, 3-4 жасар бала. Маған көкем осындайды алып берсе, дейді. Соны алған күні мақтанып аулаға шығады, балаларға көрсетеді, мәз болады. Қараса ана балада да бар, ана балада да бар. Бір күні оның ол арманы бітеді, тағы бір арман пайда болады. Уақыт өсе келе ол арманның қандай қасиеті бар екен, қандай орны бар екенін біледі, ол арманның формасы өзгереді. Арман басқаша болады. Міне қазір осы Назарбаев мектебінде оқитын балалардың арманы бар ғой. Ең мықты арман осылардың арманы. Неге мен оларды елдің болашағы, елдің келешегі деп отырмыз? Сендер жақсы елге ие болатұғын. Ең үлкен елдегі, былай айтқанда, ең мықты деген, биік деген білімнің шыңына, биік деген қызметтің шыңына, биік деген адамгершіліктің шыңына жеткілерің келіп, осы мектепке түсудің өзі оңай емес. Үлкен арманмен түстіңдер ғой, сендер сол мектепке түскенге дейін бар армандарың, ата-аналарыңдікі де. Ой, балам нешке түссе екен деп мамаларың жүрді, іштен істетпей оқытып. Сендерді оқыдыңдар, әкелерің де жұмыста жүріп армандады. Балам емтихан тапсырып жатыр, ілініп кетсе екен деп. Міне, арманның ең үлкені міне осы сендерде қазір. Сендер елдің иесісіңдер. Сондықтан арман деген ұлы күш балаларым. Үлкен арман болу үшін адамға үлкен адам болу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға деген Мұхтар Шахановтың бір керемет сөзі бар, сол есіме түсіп отыр. Мына жерде тек қана біздің оқушылар ғана емес, біздің мектеп қызметкерлері де өздерінің пікірлері мен сұрақтарын қалдырған екен. Соны да оқып шығайын. Фариза Тұрарова есімді біздің педагог ұйымдастырушы куратор Талдықорғанның қаласынан жазыпты. Құрметті Сәуле Досжан, қазақ елі болашағы үшін қосып жатқан еңбегіңізге алғысым шексіз. Мен Фариза Оңғарсынова апамдай деп жүремін. Елдегі барлық тақырыптарды қамтығым келеді. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Адал мен қарапайымдылығынан үлгі алудамын. Біздің тірегі жастарымызға арнап жазған әр жазбаларыңыздан сүйіп оқитын шәкірттер көп болсын. Аман болыңыз, қаламыз ұштала берсін дейді. Рахмет Аида айналайын. Ұстаздардың біріншісі болып сұрақ қойғандықтан бір кітапты Аида Турароваға береміз, Талдықорғанға жібереміз. Мен кешіріңіз, Сәлима Қазбекқызы, бірақ ең басында, кездесудің басында 7 кітап деген болды. Сіздің сыйлап жатқан кітабыңызға қарағандардың саны. Уже 7-шіге келдік біз. Ұстаздарыңа бердік. 7-шіге келдік пе? Менде 6 кітап. Көбісі тілектер екен, сізге алғысын білдіріп, кітапты шабыттандырып жатқанына, осындай үлкен азамат болуға талпындырып жатқаныңызға үлкен рахметін айтып жатыр. Және сіздің жұмыстарыңызды асыға күтудеміз деп көбісі жазған екен. Сіздің кітабыңыз менің жүрегімде орын алады деп те жазғандар бар. Рахмет жар. Айша Жолдаспаева деген оқушы сізге ауылдан шыққан миллионер кітабындағы қай кейіпкер көбірек ұқсайды дейді. Ұқсайды. Ұқсайды ғой, маған негізінде мен мына ауылдағы адамдар сұрады бізде, мынандай ауылдан, біздің ауылдан мұндай адам шықпап еді, сен қайдан алдың? Бірақ біздің ауылдан ең алғаш магазин ашып, жаңағыдай шешесіне үй алып берген сен едің дейді маған. Мен айтам, мен оны неге ер бала етіп алдым, бас кейіпкер? Маған жомарт келеді менің өзім балалық шағым. Жомартты ер бала деп алғаным, қазақта енді әйтеуір сөз бар ғой. Бұйданың басын ұстаса да еркек бала ұстасын, ер азамат бізге ие болсын дейді. Сондай үлкен ниетпен елімізге ер азаматтар ие болсын. Мына ұлдарымыз мықты азаматтар болып өсіп жүріп, қыздарымызға қамқор болсын, аналарына қамқор болсын деп, осы жомартты алғам, ер азамат деп алғам жомартты. Менің өзімнің, былай айтқанда, өзімнің өмірім жомарттың өмірі. Көптеген сұрақтар кітаптың
ары қарайғы желісіне де байланысты екен. Даяна Нүсіпбек Роза тәтейдің дүкені не болды деп жаны ұшырып жатқан сияқты, соның өзі оны алаңдатуда. Роза тәтей әлі ауылда дүкенін ұстап жүр, 3 баласы бар еді. 3 баласында сол дүкеннің арқасында жоғары білім алып беріп, балалар әпәйбет болып, біреу мұғалім, әйтеуір білем, бір қызы Фарида деген Женпиде оқыған. Балалар сондай жақсы болып, ауылда Роза апай деген жүр, немере сүйіп, арқа жарқа болып. Ол кісі өзі де білмейтін шығар, осы ауылдан шыққан миллионердің басты кейіпкердің біреу екенін. Әлі ауылға кітап жіберген жоқпын, хабарласа алмай жатырмын. Кітап өте түгел партия таратып жүрді, менің қолыма бір 50 шақты кітап беріп, содан жырып алып келгенім сендерге таратып беріппін мен де. Қолымда қалған осы 7 екен. Сөйтсем біреуін жаңа директорлеріңе беріп қойыппын, 6 кітап екен менде. Со бар кітабын берім, бірақ мына ауылдан шыққан миллионер февральдың ортасында қайтадан баспадан шығып атыр. Содан енді не қылып тізімменен мұғалімдер жазып, мысалы, ол енді уже сатылуға шығады. Бізге кітап керек еді дегендер, біздің мектепке бәлен кітап керек еді деп жазып жіберсе, соны жинап теріп, сол мектептерге жіберіп, сөйтіп кітап сатылады. Келесі видеороликқа көрсек, бұл Шымкент қаласындағы химия биология бағытындағы оқушылар осы кітаптың желісінде зияткерлік ойын ұйымдастырған болатын. Сол зияткерлік ойыннан бір көріністі көрсек барлығымыз бірге. 12 қаңтар күні мектебімізде замандастар жырлары жобасы аясында Сәуле Досжанның ауылдан шыққан миллионер шығармасы желісі бойынша шын немесе жалған интеллектуалды ойыны ұйымдастырылып өтті. Іс-шара мақсаты еңбекқорлық пен табандылықтың арқасында өмірде үлкен жетістікке жеткен негізгі кейіпкер Жомарттың өмір жолын жастарға үлгі етіп, оқуға деген ынтасын және табысқа жетуге деген уәжін арттыру. Онлайн форматта үлкен аудиторияны қамтыған шараға Шымкент қаласы химия биология және Орал қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің 40-қа жуық оқушылары белсене қатысып, өзара бақ сынасты. Kahoot интернет қосымшасы арқылы оқушылар берілген сұрақтарға жауап беріп, оның шын немесе жалған екенін тапты. Оқушылардың тек білімін ғана емес, жылдамдығын қажет ететін бұл ойында үздіктер автоматты түрде анықталды. Сайыс нәтижесінде 7-ші A сынып оқушысы Анарбек Нұрмұхамед пен 8-ші D сынып оқушысы Есболат Нұрсая жүлделі 2-ші және 3-ші орындарды иеленсе, 7-ші L сынып оқушысы Ергешева Айша 1-ші орынды иеленіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Оқушылардың кері байланысынан олардың мотивациясын арттыруға шығарманың ерекше ықпал еткені бізді қуантады. Керемет, жақсы екен. Мынандайдан кейін мен тіпті бұдан бәрі балаларменен жұмыс істейтін болдым ғой, бәрін қойып. Енді осы тек қана қуаныш. Менің электронный адресіме тастайсыздар ма, қарап, мен бұның барлығын біліп, жаңағы жақсы екен мына интеллектуалдық ойын, интеллектуалдық ойын, жақсы екен. Маған қатты ұнады мына. Шымкент пен Оралдікі деді ғой, өте жақсы екен прям. Жоқ, Шымкенттікі. Шымкенттіктер жасалған, жақсы, өте ұнады маған. Бұл енді не ғой жаңағы? Бұл кітапты жаңа айттық, мен өзім кішкене арасында қиялыммен жасалған. Мен қазір өте қатты қызығып жазып атқаным, мына Жақсылық Үшкемпіров туралы роман. Ол өмірде болған адам ғой. Оны көргеннен кейін адамдар бұл болды ғой. Мына Жақсылық ағамыз деген осындай адам болды деп кейде бірдеңеден қиналғанды ойлайды ғой. Ой, оның қасында менің мына көргенім түк емес. Түбінде мен Жақсылық ағам сияқты бір жерден шығамын. Күндердің бір күнінде менде үлкен мақсатыма жетем, менде үлкен биікке шығам дегенге ұмтылдыратындай етіп жазғым келіп жүреді. Мына кездесулерде жақсы болды. Балалар маған қанат беріп жатыр, айналайындар. Сізге рахмет. Мына жерде Алихан Танат есімді оқушы сіздің желісі бойынша фильм түсіріле дейді. Менің арманым. Алихан, мен соны армандаймын. Мен басында
менің атым Қожаны армандағандай, осы ауылдан шыққан миллионерден кино түсірсе деп армандаймын. Сонда балалардың бәрі көреді де қызығып, не қылады ғой, біз әлі күнге дейін ауылдан шыққан Қожаны қызығып көріп оқып жүр ғой. Ол енді ол замандағы балалар басқашалау еді. 54-ші жылыма жазылған екен ол өзі. Ал енді қазіргі заманның дәуірдің балалары басқаша. Мынау кім жаңағы Жомарт тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы сендер сияқты балалар ғой, алғашқы жылдарындағы. Сондықтан бұл жақсы болар еді әрине, сондай түсіретін адам болса. Тек қана қазақ балалар кітабы ғана емес, қазақ балалар киносы да осы сіздің керемет туындыңызбен толығады деген тілектеміз. Осындай кинолар көбейсін, біз көрермен ретінде де олардың сандары көбейе түседі. Жалпы жаңағындай біз қазір пікірлерді оқып жатырмыз, пікірлердің көбісі айтылды. Негізінде олардың саны өте көп, себебі әрбір мектептен жаңағындай мұғалімдер болсын, оқушылар болсын, өздерінің тілектерін берген болатын. Соның барлығын сізге жинастырып, сіздің электронды поштаңызға жібереміз, міндетті түрде. Соның ішінде тағы да бір өзіңізге қанаттандыратын сөздерді табуыңызға тілектеспіз. Өте қатты қуанып отырмын, балалардың былай айтқанда өте жоғары деңгейдегі балалар екен, ерекше балалар екенін енді нешке түскеннен ақ, зияткерлік мектепке түскеннен ақ білеміз ғой, бірақ та мына осы 100-100 болмаса да мына онлайн кездесудің өзі маған үлкен ой салып отыр. Амандық болса 100-100-де кездесерміз, орталарыңызда отырармыз, балалармен кездескен деген өте жақсы ғой. Сондықтан барлықтарың талаптарың таудай болсын. Барлық мақсаттарыңа жетіңдер. Адамдағы ең үлкен нәрсе мақсат, арман. Соған жетіңдер. Сол биікке қол созған биіктеріңнен көрейік. Сендердің мақсатқа жетіп армандарың орындалғаны біздің ұлтымыздың, қазақ ұлтының үлкен деңгейге жеткені, үлкен биіктен көрінгені. Сондықтан сендерден айналайын, сол үлкен мақсаттарыңа жетіп армандарыңа жетіңдер. Жақсы оқыңдар. Осы оқуға сондай қандай қиналып түстіңдер. Енді сондай етіп үлкен мақсатпенен арманмен бітіріңдер. Онан кейін зияткерлік университетіне түсіңдер. Анау Астанадағы, одан ары шетелде оқыңдар. Әйтеуір қалай болғанда да кеуделеріңде жан тұрғанда қазақ ұлтына қызмет етуге тырысыңдар, айналайындар. Амандықта жүздесейік. Рахмет. Сәулем Ағазбекқызы, біз жаңағындай өзіміз жоспарлап қойғанбыз 1 сағат деп, бірақ соған қарамастан оқушылар жоқ, біздің сұрақтар қойылсыншы, сұрақтардың жауаптарын алсақ деген ойлар бар екен. Егер де уақытымыз болса, онда сізге сұрақтарды қойсам қарсы емессіз бе? Аяқтамасақ дейді, жалғасын деп жатыр, кездесуге болып жатыр. Рахмет балаларға. Мен қайда сығам? Мені Құдай оқырманға жаратқан, оқырман керек деп тұрса отырам алдыларыңда. Балалармен балалар ойы арқылы кітап клубын ашып, кітаптарды бірге жазу ойыңызда бар ма? Егер кітап клубын ашсаңыз, қай қалада ашасыз дейді. Егер маған кітап клубын аш дейтін болса, мен енді әрине Алматыда ашар едім. Енді өйткені Алматы кішкене барлығына жақындау ғой міне. Шымкентте де мектеп бар екен, сіздердің мектеп. Жалғыз ғана сіздер емес, басқа да мектептерде оқитын балалар бар. Кітап клубын ашу деген жақсы ғой. Баяғыда армандайтынмын, бір жекеменшік кітапхана ашса деп. Бірақ олардың барлығы арман болды ғой. Енді оның әлгі кітапхананы ұстау деген бар, оның әлгі шығыны деген бар. Сондай нәрселерді ойлаймыз. Одан көрсо кітапты жазып отырғаным. Қазір мына байқайсыңдар ма, әлемде ең күшті сауда онлайн сауда болыпты. Интернетпен жасалатын сауда, интернет сауда болып кетіпті. Сонымен ешкімге керек емес екен қазір бір магазиндерге бару. Интернеттен қарайды екен де керегін ала береді. Сол сияқты мен де қазір онлайн күшті жазушы болғым келеді. Интернетпен елдің бәрімен байланысып, кітабымды керек болса поштамен салып жүремін. Қазірдің өзінде де солай. Менен кітап керек деген адам маған жазып жібереді. Менің ана не қызметкерлерім бар, солар жинап алады да адрестерменен, оларға Құдай берген кәсіби бар, соған ақшаны аудара салады, ақша келгеннен кейін алады да поштаға салып жібереді. Бір аптаның ішінде Қазақстанның кез келген бұрышына барып жатыр. Қазір өте көп кітап сатылып жатыр. Мысалы, былтыр енді есептейді ғой, мына шетелде жазушылар жылына, сендер енді осындайды білетін балалар болсын айтып жатырмын, жылына жазушылар қанша ақша табады деп есептейді екен. Биыл осы айтпақшы ауылдан шыққан миллионердің тұсаукесерін Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада жасады. Балалар жылының әдебиеті жылының қарсаңында осы кітаптың тұсаукесерін жасап ашайық деп. Соған барған кезде сонда жастар есептепті. Мен былтыр 20 миллион ақша тауыппын тек қана кітаптан.
Ал бізде қазір жазушылар кітап өтпейді, кітап алмайды, ешкім оқымайды деп атады. Мен ойлаймын, егер міне жаңа менің осы неғып атқан балаларымның бәрі ертең ауылдан шыққан миллионерді аласыңдар ма десе, алады, оқиды, ізденеді сол арқылы. Сондай болып, сондықтан мен ойлаймын, ол бір жерден неғылып Алматыдан ашу, Астанадан ашу міндет емес. Мен сол Сәуле Досжанның өзінің жаңағы электрондық байланысы арқылы интернет байланыспенен кез келген жерде оқырмандарыммен жұмыс істей берем. Маған жаңағыдай оқырман балалар сұрақ қойса, бірігіп ойларын айтып, мынандай нәрсені кіргізуіміз керек десе, бірлесіп тіпті кітап жазуға да болады. Бірақ енді ешқашан әлемде Петр Ильфпенен содан басқа анау кім еді қасындағысы екі автор болған кітап көрмеппін өзім, шынымды айтсам. Өйткені ол да бір интеллектуалдық жұмыс қой, ойлары мүмкін бір жерден шықпай қалатын шығар. Ал жаңағыдай мүмкін бір несін жаңаша бір жаңалық ашуға болады. Балалармен бірге, мысалы, Назарбаев интеллектуалдық мектептерінің оқырмандары, оқушыларымен бірге, оқушыларымен бірге жазушының жұмысы деп мүмкін бір кітап жазуға болатын шығар. Оқушылар өздерінің ойларын айтып, бірігіп, бір жақсы кейіпкер алып, сөйтіп жазуға бір жаңаша бір нәрсе ойлап табуға болады. Қазір әлемде не болмай жатыр? Бәрі болып жатыр. Біздің оқушыларды кітапта электронды нұсқасын оқыған болатын. Өйткені жаңағындай, сондықтан да оның ешқандай қиындығы жоқ. Біздің оқушылар оған үйреніп те қалған болады. Сол себепті кітаптарыңызды онлайн жарияласаңыз да біз өте қуанышты боламыз. Келесі бір сұрақтарға кезегімізді берсек, Айша Жолдаспаева деген оқушы: сәлеметсіз бе? Шабытты қайдан аласыз? Және сіздің алдыңызда бірнеше апта бойы ақпарақ жарқырайтын сәттеріңіз бар ма? Тағы бір сұрақ: сіз қай авторларды оқисыз? Жауабыңыз үшін алдын ала рахмет дейді. Бірнеше апта бойы ақпарақ жарқырайтын сәттеріңіз деген түсінгенше, бізде андай мүмкін ойда қалыптасып қойған сияқты, жазушы кітап жазған кезінде басқа еш нәрсеге көңіл бөлмейді деген. Соны айтқан болу керек. Сізде жаңағы тек қана сол кітапқа беріліп жазатын сәттеріңіз болады ма дейді. Мен негізінде жалғыз кітап емес, жалпы неде бірнеше шаруаны қатар істей берем. Өзім солақаймын, оң қолмен де, сол қолмен де жұмыс істей берем. Былай да, не қылам дегендей, шапқа батырлар сияқты дегендей жұмыс істей берем. Ойлағанда да солай. Жазуымды да жазып отыра берем. Қасымда бір аяқ астынан, енді әйел адамбыз ғой, үйдің бір бала шағаның тірлігі шығып қалады, бірдеңе болады, оны да істей берем. Телевизорды қарап, жұмысымды істеп, бір авторлармен байланысып қалып, арасында жаңа ноутбугымды де қойып, тамақ ішіп отырып, барлығын қабаттастырып істей берем. Мен шығарманы да солай жаза берем. Өткенде айттым ғой, неменедегі үзілмеген үміт полигонның екінші кітабын жазып аттым да, соның арасында осы ауылдан шыққан миллионер жазып, соның арасында бірнеше ертегі жазып, бір-екі әңгіме жазып тастағам. Қабаттастырып, өзі қалай келеді, солай жұмыс істеймін. Менде жалғыз ғана нәрсе, өте қатты режим сақтаймын. Шынын айтқанда, таңертең тұрғаннан кейін, тамағымды ішкеннен кейін жазуға отырам. Күніне кейде 10-12 сағат жұмыс істеймін. Оның ішінде жазу жазам, кітап оқимын, өстіп жұрттармен байланысам, жұмыстарымды істеймін. Сөйтем, ол тек қана менің шығармашылығыма арналады. Режим бұзылмайды. Үйде біздің бала шаға, жолдасым бәрі соған үйренген. Ешкім менің ойымды бұзбайды. Мен орынсыз шақырған жерлерге бара бермеймін, орынсыз уақытымды әр нәрсеге жұмсай бермеймін. Мына балаларға да соны айтам. Уақыт қымбат. Адамда дүниеге келгеннен кейін саған өлшеулі ғана Алла жарық дүниеде уақыт береді. Сол уақытты дұрыс пайдалану керек. Сол уақытты бір кезге дейін отбасыңа, өзіңнің ағайын туысыңа, маңайыңа, ата-анаңа пайдаланасың. Одан кейін ұлтыңа, еліңе, жұртыңа қызмет ететін кезде өте қатты уақытты үнемдеу керек. Сондықтан мен жаңағы қызымның сұрағына сол, мен жан-жақты әйтеуір бір пайдалы іс істеуім керек. Соған жұмсаймын әрбір минутымды. Екінші сұрақ: сүйікті кітабыңыз туралы болады, сүйікті авторларыңыз? Көп оқимын. Енді мысалы бәлен жазушы, бәлен ақын сүйікті деп енді өйтіп айтатындай бір не қылатындай болмайды. Қайталап оқитын кітаптарым болады. Мысалы, менің кітап кабинетімде, мына жазу үстелімнің үстінде міндетті түрде Әуезовтің 4 томдығы тұрады, Абай жолы.
міндетті түрде қайталап оқи берем, жалықпайым. Сон Мұхтар Мағауиннің кітаптары тұрады, ұстаз тұтам. Сонан кейін Абайдың қара сөздері мен өлеңдері, ол машинамда да жүреді өзіммен бірге, кез келген жерде қайталап оқи берем. Білмеймін, әйтеуір жақсы көрем Абайдың енді несін 45 қара сөзіменен жаңағы 180 өлеңін оқи берем қайталап, жақсы ой салады кейде. Сонан кейін енді кімнің Мұқағалидың өлеңдерін өзіміз Мұқағали екеуміз бір елденбіз ғой, енді бір елдің, бір топырақтың, таудың екі жағында туғанбыз. Ең қызығы осы кейінгі жылдары білдім. Мұқағалидың әжесі Тиін мен менің әжем Жәмила екеуі бір әке бір шешеден туған, біз бөле екеміз. Менен елдер сұрайтын, сізге шабыт қайдан келді? Біздің әулетімізде, немізде ондай оқыған, сөз ұстаған адам жоқ еді. Мен білмейтінмін. Кейін сұрастыра келе, осы ана бір жылы мен біздің Алматы облысының құрметті азаматы болғанда бір ата жолығып маған кездесіп, сол жерде бата беріп, сол кісі айтты: сен шырағым білесің ба, сен мына Мұқағалидың туған бөлесісің, екеуіңнің әжелерің Тиін мен Жәмила бірге туған деп. Содан енді Мұқағалидың өлеңдері өте жаныма жақын, туыстық жағынан да болар, енді басқа енді мықты ақын ғой, ұлы ақын, дүлдүл ақын. Сонан кейін шынын айтқанда менің бір ерекше жақсы көретін ақыным бар, биыл мемлекеттік сыйлық алып қатты қуанып қалдым. Өзін шынымды айтсам жөнді білмеймін де, Серік Ақсұңқарұлы деген. Менің кітаптарымның ішінде көбіне поэзияға Серік Ақсұңқарұлының өлеңдерін алам. Сол кісінің өзіне биыл әрең мемлекеттік сыйлық берілді ғой. Өте өзім осы дәуірдің дүлдүл ұлы ақыны деп есептеймін. Сондай оқитұғын ешкім онша мойындай бермейтін бір қызық нелердің кітаптарым болады. Енді әрине әлемдік классика, орыс классикасы дегендердің бәрін ол оқуға жазушы міндетті. Оқимын. Сонан кейін мына қазіргі Нобельдік сыйлық алған жазушыларды оқуға тырысам, Букер сыйлығын алған жазушыларды оқуға тырысам. Мына жерден тағы да бір пікірлерді берейік, сосын сұраққа тағы да көшсек. Жайна Орынбек есімді оқушы, мен Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысымын. Жомарт бізге үміт тұтатын адам болуы керек деп санаймын. Оның басынан өткен оқиға бізге өмірлік сабақ болуы керек. Ол бар күшін салып, еңбек етіп, жарқын болашақ көре алды. Білімі арқылы Алматыдағы университетке түсіп, ақша жинап, арманына, мақсатына жете алды. Жомарт жоқтықты, байлықты да көре алды. Негізінде жоқтықта болған бала ашық жүректі адам болып өседі дейді. Жомарт сондай мейірімді адам деп ойлаймын. Кітап керемет әсерлерді қалдырды. Сізге үлкен рахмет. Тағы да бір қызық өзінің пікірін қалдырып. Айзере Шерхан есімді оқушы: Сәуле Досжан, сіздің кітабыңыз нағыз комедия, оған қоса нағыз драма жанрына сүйенеді. Бұндай кітапты мен біраз уақытқа шейін таба алмай жүрген едім. Енді балаларға арнап жазған тағы да бір кереметтей кітабыңызды күтудеміз дейді. Айналайын. Сол оқушым өзінің сұрағымен, сіз дәрежеге жеткіңіз келеді. Бізге беретін кеңестеріңіз бар ма? Өзі жазушы болуды армандайтын оқушымыз сияқты, сіз сияқты қалай жазуға болады деп сұрап жатыр. Кеңестеріңіз болса? Мынау жазуға, жалпы өнер болсын, кез келген нәрседе дәл мынандай істе дейтін жарығым ешкімнің айтқандай болмайды. Оның еш нәрсенің даңғыл жолы жоқ. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздаршы, мысалы, егер даңғыл жол болып, бір ғажайып жолды кез келген нәрсенің көрсетсе, не бір философ данышпандар бар, сол жолға апаратта баласы мен ұлы мен қызын отырғыз қойып, мына жолмен кете бер. Дәл осылай жүрсең, осы сен сұмдық адам боласың дейді. Ақшасы көп адам сол жолды сатып алады. Сондықтан еш нәрсенің даңғыл жолы жоқ. Біріншіден әу баста адамды жаратқанда Алла бір ерекше қасиет береді, өнер адамына ерекше қабілет береді, сол арқылы жазады. Бірақ мен соның өзінде ол 5% талант деген, 95% еңбек балаларым. 95% оқып, ізденіп, жалықпай еңбектенген адам бірдеңеге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан еңбектену керек, еңбек жасау керек, жазғысы кеп, жазушы болғысы келетін, ақын болғысы келетін адамдар көп кітап оқу керек, соны білем. Өзім әйтеуір мектепті бітіргенде бүткіл қазақ әдебиетін оқып тастағам. Сонда да Казгуге түсе алмай әрең жүріп, әрең түскем. Сондықтан оқыңдар, өте көп оқу керек.
Сонан кейін жаңа бір не айтып кетті балалар, соны айтайын дегем. Мына жоқшылықты көп көрген адам жақсы болады дегеннің барлығына сене беруге болмайды. Жоқшылықты көп көрген адамның ішінде ашынғандары болады. Ашынып кетеді. Мына мемлекетке қазір естіп жатырсыңдар ғой біреулер. Немене біздің бала шағамызды асырайтын ақша бермейсіңдер? Немене біздің бала шағамыз сендердікінен кем ба дейді. Олай етуге болмайды, ашынуға болмайды жоқшылық екен деп. Еңбек жасаған адам ешқашан далада қалмайды. Еңбек жасаған адам түптің түбінде өзінің қойған мақсатына жетеді. Дұрыс мақсат қою керек. Еңбектену керек. Біреуге міндетсімеу керек. Тапқан балаңды, болмаса өсіріп атқан ұрпағыңды, болмаса оқып атқан оқуыңды, болмаса істеп атқан тірлігіңді міндетсуге болмайды. Адам еңбек жасаса, тырысса, соның түбінде бір жақсылығына, қайырына жетеді. Жаңа бір бала сөйтіп жоқшылықты көп көрген адамнан жақсы адам шығады деген, оның ішінде қайырлы адам жақсы болады, қайырсыз адам ашынып өседі. Иә, ол шынымен де жаңағындай кейбір сәтте адамның өзіне де байланысты сияқты, ол өзінің ішкі ойларына, өміріне жақсы адам бола ма, жаман адам бола ма, және сіздің кітаптарыңыз біздің оқушыларымыздың жақсы адам, мейірімді адам болуына, басқаларына көмектесетін жомарт адам болуына көмектеседі деген, септігін тигізеді деген ойдамыз. Анар Сапарғалиева есімді оқырман, Сәуле Мағазбекқызы, сіздің ертегіңіз менің балалық шағымды көз алдыма әкелді. Сіз қазақтың біртуар ұлы Бауыржан Момышұлының іш қорқынышын бірін сейілткендей болдыңыз. Осы бастамаңыз жалғасын тапса екен. Балам, немерем ертегіңізді тыңдамай, ұйықтамай жатар деген ата-аналар көбейсе екен. Бұл үлкен жобаға айналса екен. Сізге үлкен алғыс білдіре отырып шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Сізге тағы да бір сұрақ қойсам, Даяна Нүсіпбек есімді оқушы, іштен түрткі болып жатқан сұрағым бар еді деген екен. Сол үшін оқиық. Нүсіпбек Әшімбаев атамыздың ғасырға ұласқан ғұмырым атты кітабын оқыдыңыз ба? Осы кітап сізді болашақ одан да жақсы шығармалар жазуға көмектесетініне сенімдімін. Сұраған себебім, сіз сияқты қаламгердің осындай ер атағын алған адамдардың өмірбаяны жайлы ойыңызды білгім келгені дейді. Жаңа кітаптың атын айтшы. Ғасырға ұласқан ғұмырым. Кімдікі екен ол? Нүсіпбек Әшімбаев. Шынымды айтсам, ондай жазушыны білмейді екем. Ол Нүсіпбек Әшімбаев. Ондай ағалар бар. Мына біраз жасқа келгеннен кейін, кезінде қызмет істеген, сөйткен өздерінің өмірлері туралы кітап жазатын белгі жазушы болмаса да, әйтеуір ұрпақтарына жақсы қалсын деп. Сондықтан алдағы уақытта соны кездесіп қалса оқуға тырысам. Рахмет айналайынға. Жазып алдым, ғасырға ұласқан ғұмырым. Нұрасыл Ержанұлы бір сұрағын бірнеше рет қойған екен. Сәуле ханым, сіз осы кітапты жазып жатқан кезінде бұл кітапты қанша адам оқиды деп ойладыңыз дейді. Барлық жазушы армандайды, менің кітабымды көп адам оқыса екен деп. Мен шынымды айтсам, мен осындай күні 41 мың адам оқыды дегенде таң қалдым. Ана интернет көрсетеді ғой, 41 мың 20 оқырман әлі көз алдымда. Таң қалдым, Құдай-ау, мені 41 мың адам оқыды, қандай жақсы, қатты қуандым. Мына оқитын болса, мен жаза беруім керек қой, мен мыналардың талабын орындауым керек қой деп өте қатты бақытты болып кеттім. Жазушы үшін әрбір оққан оқырман осылай айтқан пікір деген үлкен қуаныш береді. Шынымды айтқанда, мына жақсылық туралы кітапты осы ауылдан шыққан миллионердің әсерімен жазып кеттім, әлі 41 мың адам оқыды. Ең қызық болғанда, сол жаңағы алтын қаламды қызық айтайын. 41 мың адам оқыған менің шығармам бірде-бір премияға ілінген жоқ. Біреулердің таныс тамырлары алып кетті. Мен соған ренжимін кейде. Неге адамдар солай істейді екен? Мен армандап жүргем, уже 20 мың адам оққаннан кейін ойладым. Мүмкін емес, 20 мыңнан артық оқу деген бірінші орын алады деп ойладым. Өйткені жақсы жазып ат. Соңын армандадым. Все, 1 миллион бас бәйгесі. Мен 1 миллионды аламда, жазушыларға, ақындарға конкурс өткізем, тәуелсіздік күніне деп ойладым. Бұл сентябрьде болған оқиға. Аламда соңын 50 мыңнан 100 мыңнан бөліп, балаларға сондай конкурс өткізем, тәуелсіздікке біздің еліміз туралы жақсы өлеңдерге бәйге жариялайым деп қиялдап жүргем. Соңын ал конкурс шыққаннан кейін қарасам, ешқандай 312 дауыс алған біреу бас бәйгені алып кетті да, мен 41 мың, бірақ мен 41 мың оқырманмен қалдым ғой. Содан кейін міне, Құдай сақтасын, оқып атқан оқырман
Алтын қалам конкурсына да рахмет, мені сайтына салған, сол үшін ризамын. Әттең ана балаларға ақша бере алмай қалдым. Амандық болса, кітабым жақсы өтіп атса, содан балаларға конкурс өткізем. Өйткені қазақта мықты балалар көп болу керек. Оларға бәйге беріп тұруымыз керек. Бәйге ғана шынайы бәйге болған жерде ғана жаңағы мықты адамдар айқындалады. Сондықтан жас балаларға өзім ойлаймын, егер кітабым жақсы өтіп атса, содан кейін жас балалардың арасында не өткізем? Жазудан бәйге жариялаймын. Өзім армандап жүрмін соны. Рахмет жаңағы сұрақ қойған балаға. Негізінде жаңағындай біздің сіздің жаңа кітаптарыңыз оқырмандармен бірінші орын алды деген ойдамын. Олар жаңағындай мемлекеттік жүлде алса, сіз халықтың жүлдесін алдыңыз. Бұл жаңағындай біздің кездесуіміз де соның бір үлгісі. Өйткені қаншама жаңағындай пікірлер келіп жатыр. Мына жерден тіпті мен үлгермей жатырмын бұлардың барлығын оқуға, сұрақтарды егерде шынын айтқанында. Димаш Қаппас есімді оқушы жазған екен, сәлеметсіз бе, сіздің кітабыңызды демалыста оқығаным уақытты бос өткізбегенін дәлелдейді. Еліміздің жарқын болашағы үшін үлесіңіз аз емес. Тағы да қандай кітаптарды жазғыңыз келеді? Сізбен шын өмірде кездескім келеді. Сіздің қолыңыздан кітап пен автограф алу менің арманым дейді. Рахмет жарығым, рахмет айналайын. Қазір менен оқырмандар мынандай автограф алып жүр. Маған жаңағы WhatsApp-қа, Facebook-ке жазады да, соңын хабарласып, бәлен жерде тұрамыз деп адресін жіберсе, поштаға мен неменемен қолтаңбамменен кітап жіберемін. Сондай оқырмандарым бар. Сондай ұйымдастырады менің негізі әдеби агенттерім бар. Әдеби агент деген қазір шықты ғой. Сондай мен бәріне уақытым жоқ қой, бірақ мен оларға қолтаңба жазып беремін. Сөйтіп алады. Бірақ өте рахмет. Мен енді алдағы уақытта жаңа айттым, Жақсылық Үшкемпіровтің балалық шағынан бастап жалпы осы ұлы жеңістерге жеткен жолын жазып жатырмын. Сонан кейін бір осы оқырмандардың сұрауыменен немене көрдемшенің қасіреті деген бір нем бар. Повесім болған. Соны осы сіздер сияқты оқырмандар қоймай жалғасын жазыңыз дей береді 5 жылдан бері. Осы ауылдан шыққан миллионерінде жалғасын жазып кететін шығармыз, сөйтіп айта берсе. Соның жалғасын роман қып, арасында сонымен айналысып жүрмін. Дұрыс. Айханым Атиқола деген оқушы, өзіңіз бала кезіңізде қандай бала болдыңыз деп жазып жіберіпті. Ой, мен бір қияли бала болдым ғой. Кітап оқитынмын, кешке дейін кітап оқимын, ешқайда бармаймын. Сонан кейін мектепте жақсы оқыдым, мен мектепті күміс медальға бітірдім. О кезде алтын медаль деген, күміс медаль деген болатын. Бір төрті болып қалған, сондай кішкене ілінбей қалғандарға беретін күміс медаль деген болатын. Ол үшін бірінші сыныптан жақсы оқу керек. Жақсы оқыдым, көп кітап оқығаннан кейін. Сол қиялилау болдым, суретте салдым. Менің керемет сопрано даусым бар. Жақсы әнді айттым, керемет жақсы ән айтатын, бірақ соның барлығын мен кітапқа ауыстырып жібердім, жаңағы таланттардың бәрін. Кім біледі, енді Алла осы мені жазушы болу үшін сондай таланттардың бәрін берген шығар. Жақсы киім тігетінмін, шешеммен бірге отырып жақсы тоқыма тоқитынмын. Әйтеуір үйден шықпайтынмын, үйден шықпаудың амалын жасайтынмын. Сіздің жақсылық туралы жаңағындай кедей немесе бай отбасына байланысты емес дегенге байланысты бір пікір жазған екен, Қалдықыз Бешімбаева деген. Жоқшылықты көп көрген адамдардың тұлғалық болмысының қалыптасуы туралы ерекше айтылды. Сонда адамды материалдық жағдай емес, жүрек билейді деген сөз. Сіздің қайырлық туралы ойыңыз дәл айтылды. Мұны философия деуге де болады. Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары трактатының ойына сәйкес дейді. Өзінің пікірін берген екен. Рахмет айналайын, дұрыс айтады. Жүрек билейді адам. Мен ана өгей жүрек деген кітап жаздым ғой, повест жаздым. Мына ең алғаш Қазақстанда 2011 жылы 8 тамызда жүрек алмастыру операциясы болды. Юрий Владимирович Пия деген кісі соны жасады, еңбек ері. Соны жасағанда мен сол неге қатыстым. Солдан кітап жаздым. Сонда мен білдім. Анау сол кітапта болса өгей жүрек, орысшасы «Мое чужое сердце» әлемнің 8 тіліне аударылды. Сол кітапты оқысаңдар, сонда білесіңдер, жүректе жазу қалады екен. Барлық нәрсе жүректе. Анан жүрегін алмастырғанда, анау Галина Воротникова деген әйелдің жүрегін мынаған салғанда, ол суретші әйел екен, өзі мына Ленинградта сол кезде Питерде оқыған әйел екен. Соның өмірде көрген суреттері, жаңағы жүрегінде әлемді шарлап жүргені бәрі мына жаңағы жігіттің жүрегіне ауысатты. Соныге сөйтіп, ана жүрегін алмастырып біткенен кейін, бірнеше күннен кейін ылғи бір әлемде өзі көрмеген қалаларда саяхаттап, көзін ашқанда картошка хочу деп оянады ғой.
Өмірі картошка жемейтін Қостанайдың баласы екен, ет жейтұғын. Таң қалады барлығы картошка жегенде, сөйтсе ана орыс әйел қуырған картошканы жақсы көреді екен. Сондай жүректе қалады екен жазу. Сондықтан қайырымды болған адамның өмір бойы жүрегінде қайырымдылық қалады. Дұрыс айтасыз, бізде Юрий Пямен де кездесу өткен болатын, ол кісімен өте әсерлі кештер өтті. Жаңағындай сайт өткен. Пямен? Керемет адам болса. Оны жаңағындай біздің мектепте Қызылорда қаласындағы Шыркет Назарбаев мектебі өткізген болатын. Ол кісімен де біздің оқушылар осылай тілдесіп, өзімен сырласты. Мүмкіндігінше біз қызықты адамдармен, жұмыстары, еңбектері әсерлі, маңызды адамдармен осылай кездесу ұйымдастыруға тырысамыз, оқушылардың ойын жеткізуге, олардың сұрақтарымен көмісуге дегендей. Соңғы бір жаңағындай немізді бір пікірді оқып, тағы да өтеу жіберейін. Айханым Атиғола деген оқушы, оның алдында сұрағын қойған болатын, енді өзінің пікірін жазған екен. Бұрында кітапқа аса қызықпаушы едім. Әке мен анам оқы дей беретін еді. Ешқандай қызығушылығым болмап еді. Сіздің кітабыңызды бірінші бетінен ашқаннан оқып, қатты қызығып, бір күн ішінде оқып тастадым. 1-2 күн кітаптың атмосферасынан шыға алмай жүрдім. Кітап өте әсерлі, нағыз балалар оқырлықтай дейді. Рахмет Айқын, айналайын. Мына жазушыларда енді біз зерттейміз ғой, қайтсек жақсы жазамыз деп. Сонда мен бір зерттеп бір нәрсе көрдім. Алғашқы 37-40 бетіне дейін егер кітап қызық болмаса, ешкім оқымайды екен. Сондықтан алғашқы беттерге бар күшіңді салып бастаған кезде жұрт елең ететіндей нәрсемен бастауға тырысасың. Мен шығармаларымды сөйтіп жазып жүрмін қазір. Сіздің шығармаларыңыз шынында да өте керемет. Енді мына жерден бізде мынандай бір ұсыныс болып тұр. Біз бүгін ауылдан шыққан миллионер атты бір ғана кітабыңызды ғана талқыладық қой. Ендігі кезекте сізді барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінің шақырамыз. Бізде жаңағындай әрбір облысымызда бір мектептен бар. Сол жаңағындай оқушылардың тілегі, мұғалімдердің тілегі, біздің тілегіміз деп есептен сол кездесулерге келсеңіз, қалалар бойынша сіздер оқушылар жаңағындай сізбен бетпе-бет кездесіп, автографыңызды алып, кітабыңызға жаңағындай қолыңыздан алып деген сияқты өздерінің жаңа ойларын жазды ғой. Сондай кездесу өтсе, олар жаңағы өгей жүрекпен, және де сіз жаңа ренжіп қалдың, бірінші орын алмағаныма дегеніңізбен, сіздің «Қасірет пен тағдыр» атты кітабыңыз Қазақстанның оқылуы тиіс 100 кітап тізіміне енді ғой. Сол себепті жаңағы сол кітабыңыз бар, басқа да шығармаларыңыз бар. Яғни сіздің басқа да кітаптарыңыз туралы, еңбектеріңіз туралы тағы да бір үлкен кездесу күтеміз. Әрбір мектеп сол сізді асыға күтеді. Сол жаңағындай мүмкін ол уақытқа дейін қазіргі жаңағындай жағдай аяқталып, Жақсылық Үшкемпіровтің үлкен бір романында пайда болатын шығар. Жақсылық аға өзі үлкен кісі, Қазақтан шыққан ең алғашқы олимпиада чемпионы, былтыр енді өзі жаңағындай марқұм қайтыс болды. Сол себепті сол кітапты да сізден асыға күтеміз. Сізбен кездесуде асыға күтеміз. Сізге үлкен рахметімізді айтқым келеді барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінің атынан. Рахмет жарым, айналайындар, көп рахмет. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Қаламыңыз ұштала берсін, еңбектеріңіз көбейе берсін, біздей оқырмандарымыз, кездесулеріңіз көп болсын деп тілейміз. Қазақстанның бірегей жазушысына айналуыңызға тілектеспін. Бізде қазақ әйел жазушылары да, балалар әдебиетін жазатын жазушылар да тым аз. Сіздей секілді адамдардың кітаптарын оқыған бала ертең жаңағындай мен де осындай адам болғым келеді, мен де осындай жазушы болғым келеді деген өзіне үлкен әсер алып, ондай кітаптардың саны көбейе түседі деген ойдамын. Мүмкін фильмдер де түсіріліп жатыр, балалар фильмі. Сол себепті сізге тағы да бір үлкен алғысымызды жеткіземіз. Рахмет айналайындарым. Көп рахмет.